Сәлеметсіздер оқушылар. Бүгін ағылшыннан 3-ші тоқсан БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Task 1 listening. Listen to the story and fill in the gaps with words from the box. One word is odd. Бірінші тапсырмада таңдалымды таңдап, тиісті сөздерді қойып шығамыз. Ішінде бір сөз бар, ол артық сөз. Странный дейді ғой, артық сөз. Қызық сөз. Spring көктем, wall қабырға, autumn күз, winter қыс, a lovely garden әдемі бақша, a hole тесік. Осы сөздерді қойып шығатын боламыз. The selfish giant. Аудармасы эгоистичный гигант. Өзімшіл гигант. The giant has got lovely garden. Гигантта әдемі бақша бар. The children want to play in the garden, but the giant is selfish. It is my garden, he says. Балалар бақшада ойнағысы келді, бірақ гигант ол өзімшіл. Бұл менің бақшам деді. I don't want the children here. He builds a wall around the garden. Мен балаларды қаламайын бұл жерде. Ол сосын бақшаға қабырға соғады. In spring there are no flowers or birds in the giant's garden. Көктемде бақшада құстар да гүлдер де болмайды. It is winter. Then one day the children find a hole in the wall. Қыста келеді. Сосын бір күні балалар қабырғадан тесік табады. They go in and play. Олар кіріп, сосын ойнайды. The giant hears children in his garden. Гигант оны естіп қояды балалардың даусын. There are no birds and the flowers too. Бұл жерде құстар да, гүлдер де жоқ. The giant is happy because it is spring again. Гигант өте бақытты өйткені көктем келді қайтадан. This is your garden now, children, he says. Енді бұл сендердің бақшаларың болады, балалар, деп айтты ол. The children are happy and the giant is not selfish. Балалар бақытты болды, және гигант өзімшіл емес енді. Task 2 speaking. Look at the picture below, choose one and answer the following questions. What do you know about cartoons below? Speak about one of the cartoons. Екінші тапсырмада мына суреттерге қарап, біреуін таңдаймыз. Астында берілген сұрақтарға жауап береміз. Мына мультиктердің қайсысын білесіздер? Ішінен біреуін таңдаймыз. The following questions will help you to organize the speech. First, why do you like this cartoon? Неліктен саған бұл мультик ұнайды? The second, who are the main heroes? Кім бұл жерде маңызды кейіпкер? What is the cartoon about? Бұл мультик не жайлы? Which part do you like most and why? Көбінше сізге қай жер ұнайды? Неліктен? Мен The King Lion'ды таңдадым. Сіздер басқа мультиктерді таңдасаңыздар да болады. Бірінші сұрақ, неліктен сізге ұнайды бұл мультик? Өйткені бұл қызықты өте және таң қаларлықтай. Екінші сұрақ, маңызды кейіпкер кім? Маңызды кейіпкер Симба. The main hero is Simba. Үшінші, бұл не туралы? This is about Simba's young lion after losing his father in a staged accident which he feels he caused must face his fear responsibility. Бұл мультик Симба жайлы. Жас арыстан Симба әкесін жоғалтқаннан кейін қиын жағдайға ұшырайды. Өзін кінәлі сезінеді. Өз қорқынышының жауапкершілігін сезіну керек болды. Төртінші сұрақ, қай жер сізге ұнайды, неліктен? I like when Simba met with Tim and the Puma and could overcome difficulties and they are so funny friends. Қызық жері маған Симба мен Тим мен Пумамен кездеседі. Қиыншылықты өткізеді бірге. Достары өте күлкілі болды. Осымен БЖБ тапсырмамыз орындалды. Сабақ пайдалы болса, лайк қойып, маған жазылуды ұмытпаңыздар.
The lesson is over. Goodbye.